Абайдың 11-ші қара сөзі. Осы елдің үнем қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылып алып, тағы да байлаймын деп жүр. Ұлықтар ұлып берем деп, дәулеттерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрыға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін, арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші бұзақылар біреудің ойында жоқ бәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең кеп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп, ауқаттыларды аздырғалы әлек болып жүр. Кім азса, мен соған керек боламын деп, кегін қыздырып, өзін бір ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі-пәлі, бұл табылған ақыл деп, мен сені бүйтіп сүйемін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйемін деп, мынаны жеп. Қара халық менің сонша үйім бар, сонша ауыл аймағымен сойылыңды соғайын, дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүр, басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры бұзақы жоғалса, жұртқа ой түсер еді, шаруада қылар еді. Бай барын бағып, кедей жоғын іздеп, ел секілділеніп, талапқа тілеуге кірісер еді. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлікке іске ортақ. Мұны кім түзейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Ұрыны тыю оңай болар еді. Бірақ осы бұзақының тіліне еретұғын, азатұғын байларды кім тияды?